Сәлем достар, біз сіздермен сфера тақырыбынан алған есептер шығарудамыз. Бізге берілген есептің шарты мынандай. Сфераның радиусы 1 сантиметрге тең. Осы сфераға іштей сызылған кубтың толық бетінің ауданын табуымыз керек. Есептің шартында берілгенде бізге кубқа сфера сырттай сызылған. Ал сфераға қатысты айтатын болсақ, сфераға куб іштей сызылған. Олай болса, осы сфераның радиусы 1 сантиметрге тең. Ал осы кубтың толық бетінің ауданын табу керек. Яғни бізге табу керек S кубтың толық бетінің ауданы. Ал кубтың, біз енді суреттес кубтың бәрін белгілеп шығайық. Қабырғалар, төбелері A, B, C, D, A1, V1, C1, D1. Яғни куб сфераға іштей сызылған. Енді кубтың диагоналі ол бізде V мен D1-дің қосындысы кубтың диагоналіне тең. Ал ол сфераның диаметрі. Олай болса, VD1 кубтың диагоналі болса, ол сфераның диагоналі. Олай болса, ол бізде 2 радиусқа тең. Радиустың орнына 1-ді қойсақ, мәні 2 сантиметрге тең деген сөз. Енді кубтың диагоналін біз тауып алдық, олдың ұзындығы 2 сантиметр. Ал бізде кубтың барлық қабырға қырлары тең болғандықтан, оларды біз белгілеп енгізейік. AB бір қырының ұзындығы x деп алайық. Енді бізге осы диагоналі арқылы кубтың қырын тауып алуымыз керек. Енді бұл жерде D мен V-ны қосатын болсақ, DV D1 үшбұрышы пайда болады. Осы үшбұрыш тікбұрышты үшбұрыш. Яғни үшбұрыш V, D, D1. Тікбұрышты үшбұрыш. Осы тікбұрышты үшбұрыштың VD1 қабырғасы x-қа тең, VD1 қабырғасы x-қа тең, ал DV қабырғасы белгісіз. DV қабырғасы белгісіз. Оны біз қалай табамыз? Оны біз табандағы ABCD шаршының диагоналі деп білеміз. AV мен AD-ның ұзындығы x болса, онда VD диагоналінің ұзындығы ол бізде AV-ның квадратына қосамыз AD-ның квадратын. Сонда орнына мән қойсақ, DV бізде тең болады x-тің квадратына қосқан x-тің квадратына. Сонда мәні x түбірасты 2-ге тең деген сөз. Енді DV-ның мәні бар. D1 V-нің жазайық. D1 V-нің мәні тең болады түбірастында D1-дің квадратына қосамыз DV-нің квадратын. Ал D1 ол бізде кубтың бір қыры. Сонда оның орнына x-ті қоямыз. Тең x-тің квадратына қосамыз DV-ның квадраты ол бізде 2x квадрат. Осы тең түбірастында 3x-тің квадратына. Ал бұдан шығады түбірасты 3x. Сонда ал D1-ның өзі ол бізде 2 радиусқа 2-ке тең болған диаметрі. Сонда түбірасты 3x-ті теңестіреміз 2-ге. Сонда кубтың бір қырының ұзындығын табамыз x-те, 2-ні бөлеміз түбірасты 3-ке. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, 2 түбірасты 3 бөлінген 3-ке тең. Ал енді кубтың толық бетінің ауданын табу үшін алдымен табанындағы бір шаршының ауданын табайық. Табандағы A, B, C, D. Осы шаршының ауданы S тең x-тің квадратына. Оның мәні бізде 2 түбірасты 3 бөлінген 3-тің квадратына тең. Есептесек. Енді квадраттасақ, 4 көбейтілген 3 бөлінген 9. Қысқарады 4-тің 3-ке қатынасына тең. Сонда кубтың, яғни бір табанның ауданы 4-тің 3-ке қатынасына тең. Ал бізде кубтың толық бетінің ауданын табу үшін осы бір табанын 6-ға көбейткенге тең. Біз яғни кубтың дәл осындай 6 шағы бар. Сонда 4 пен 6 қысқарады, 2 тең 8-ге тең. Яғни 8 сантиметр
квадрат деген сөз. Балалар, біз сіздермен қарастырдық сфера тақырыбынан алған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.